Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Асел. Бүгін қуырма лағман дайындадым. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен етімізді жалпақтап турап аламыз жіңішке алып. Одан кейін үстіне 2 ас қасық соевый соусымызды құямыз. Менің етім тұздалғандықтан тұз сеппедім. Еттеріңіз тұздалмаса, тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш сепсеңіздер болады. Одан кейін бөлме температурасындағы суды 2 ас қасық құямыз. Жақсылап араластырып 1 сағатқа бөлме температурасында қойып қоямыз. Бетін ыдыспен немесе осындай пленкамен жауып қойыңыздар. Біз етіміз дайын болғанша көкөністерімізді турап аламыз. Ең алдымен пекинский капустаның ортасын қатты жерін алып тураймыз 4 тұғып. Бізге жұмсақ жері керек емес. Одан кейін тәтті бұрышымызды да 4 тұғып турап аламыз. Одан кейін пиязымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай турайсыздар. Барлығын турап, одан кейін помидорымызды да турап аламыз. Біздің қамырымыз қызару үшін мен помидор қостым. Одан кейін сарымсағымыз, 2 тісші сарымсағымызды да осылай дөңгелектеп турап аламыз. Барлығын дайындап аламыз. Жантуда қостым мен. Одан кейін табамызға майымызды құйып, майымыз қызғаннан кейін етімізді салып қуыра бастаймыз. Аздап қызарғанша қуырып алғаннан кейін пиязымызды да салып 2-3 минуттай қуырып аламыз. Азғана көз мөлшермен соевый соусты да салдым. Етіміз жұмсарып пісу үшін. Одан кейін сарымсағымызды салып 1-2 минуттай араластырып, үстіне капустамызды, одан кейін тәтті бұрышымызды салып, және помидорымызды, жандуымызды бәрін салып араластырып қуырамыз. Лағманның өзінің приправасын қоссаңыздар да болады. Тұзын байқап салыңыздар, себебі соевый соустың өзінде тұзы болады. Тамақтарыңыз аш жеп кетпесін. 2 қасық томат салып жақсылап араластырдым. Одан кейін соевый соусты да тағы да 1-2 қасық салып, бетін жауып 10-15 минутқа бұқтырып аламыз. Орташа газдың асты орташа отта тұр. Біздің көкөністеріміз бұқтырғанша менде осындай дайын қамыр, соны 3-4 бөлікке бөліп табамызға салып араластырамыз. Жақсылап араластырып, тағы да 5-10 минутқа қойып аламыз. Бес 10 минуттан кейін ашып, тарелкаға салып ұсына берсеңіздер болады. Жареный қуырма лағман осылай дайындаймын мен. Ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркелмесеңіздер, маған тіркеліп кетіңіздер. Біздің отбасымызбен сүйіп жейтін асымыздың бірі. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет.